Тамағыңыз жиі ауыра ма? Қатты жөтелесіз бе? Тұмауға тап болсаңыз, бүйрегіңіз бен қуық қалбыршағыңыз ауырса, тамыр аурулары мазаңызды алса, онда келесі рецепттерді мұқият тыңдаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз адам организміне пияз қабығының қандай пайдалы әсері бар екендігін айтатын боламыз. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Сізге таңсық тақырып болса, төмендегі жазбаға назар салыңыз. Пияздың қабығы Е, В, С, ПП дәрумендеріне калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Несеп жолдарының жұмысын реттейді. Еркектік қуатты арттырады. Қақырықты түсіреді. Иммунитетті нығайтады. Қан қысымын қалпына келтіреді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Ішек жолдарын реттейді. Ағзаны құрттан арылтады. Шаршауды басып, қуаттандырады. Аяқ ауруларын емдейді. Ағзаны шлактан тазалайды. Және де бастысы жаман аурумен күреседі. Пияз қабығы қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады. Қанның ұюын болдырмайды. Жараның тез жазылуына септігін тигізеді. Жүрек қағысын реттейді. Асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Ағзадағы шырышты шығарады. Артық сұйықтықтан арылтады. Әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымды реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Пияз қабығы инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшық еттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады. Әрі жылтырлығын арттырады. Пияз қабығы қайнатпасын қалай дайындаймыз? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, біраз қасықтан күніне 5 реттен ішесіз. Ал қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стақан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз. Тәбетіңіз артып, қан тамырларыңыз тазаланатын болады. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, жарты ас қасық бақпақ, яғни одуванчик тамырын және жарты қасық мыңжапырақ тысячелетниктің шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мл-ден ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн.
Тамағыңыз жиі ауырса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шайыңыз. Тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын сеуіп, 3-5 минут ыстық буымен дем алыңыз. Егерде қатты жөтелсеңіз, 2 стакан суға 2 ас қасық пияз қабығын салып, 15 минут қайнатыңыз және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын стаканның 4-тен 1-ін тұтыныңыз. Бүйрегіңіз бен қуық қалбыршағыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын алып, үстіне 2 стакан қайнаған су құйып, 30 минутқа қалдырыңыз. Қуығыңыз қатты қабынып ауырса, күніне 2 рет 50 мл-ден 3-5 күн ішіңіз. Ал үнемі ауыратын болса, онда күніне 3-4 рет 2 ас қасықтан 10 күн үзбей тұтыныңыз. Тамыр аурулары мазаңызды алса, 2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығына 100 мл қайнаған су құйып, 7 күн күтіңіз. Дайын болған соң, жақсылап сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын 20 тамшысын ішіңіз. Және де мынадай тәсілі бар. 2 ас қасық пияз қабығына 400 мл қайнаған ыстық су құйып, 6 сағат күтіп, кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын стаканның 4-тен 1-ін 7-10 күн ішіңіз. Бір апта үзіліс жасап, емделу курсын әрі қарай жалғастыруға болады.